Қайырлы күн баршаңызға. Шоколадный маффины жасайтын боламыз. Ең әуелі жұмыртқамызға қантты қосып, қантты ергенше араластырып аламыз. Сұйық май мен айранды қосып араластырып аламыз. Құрғақ ингредиенттерден какао, сода, разрыхлитель ұнымызды қосып, барлығы бір масса болғанша араластырып аламыз. Міндетті түрде арнама жазыла кетіңіздер, себебі арнамда оригинал рецепттер, ыстық тағамдар және салаттардың түрлері өте көп, және асханаға керекті лайфхактармен бөлісетін боламын. Және достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Тестамыз міне осындай сұйықтықта, осындай масса болып шығады. Барлығын салып, бірдей етіп 180 градуста 25 минутта пісіріп алатын боламыз. Кремді мен творожный сыр және сливки қосып жасадым. Осылай піскеннен кейін ортасын тесіп, ішіне шоколадпен толтырамыз және қалауынша әсемдеп, әдемілеп креммен жасасаңыздар болады. Міндетті түрде жасап, комментарий жаза кетіңіздер. Сіздермен болған Айдана.